Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар. Қазіргі кезде болып жатқан төтенше жағдайларға байланысты мектептерде қашықтықтан оқыту жүргізілуде. Осыған орай, мен сіздерге бірнеше жаттығулар ұсынғалы отырмын. Өздеріңізге қамқор болыңыздар. Тәніңіздің және жаныңыздың жағдайына көңіл бөліңіздер. Біздің күнделікті өмірімізде қолданып жүрген компьютерлер, телефондар, гаджеттерге түңілу әрине денсаулығымызға зиян. Сондықтан да мына жаттығуларды күнделікті орындауға кеңес беремін. Біздің ояу кезіміздің барлық уақытында көзіміз жұмыс істейді. Бірнеше сағат бойы бір жұмыспен ғана айналысатын болсаңыз, көзіңізге ауыртпалық түсіп шаршайды. Көзге зиян келтірмес үшін көзге арналған жаттығуларды жиі жасап отыру қажет. Көзіңізді компьютерден басқа бағытқа аударып, 2 минут тынықтырыңыз. Ол үшін көзіңізді жұмып, жағымды нәрсе жайлы ойланыңыз. Гимнастика барысында иығыңыз бен басыңызды тік ұстаңыз. Енді назарыңызды басқа жаққа аударып, бір нүктеге 5 минут қараңыз. Жоғарыдағы ең биік нүктені тауып алып, сонда қараңыз. Содан кейін жанарыңызды ақырындап төмен түсіріп, жердегі бір нүктеге қараңыз. Осы жаттығуды 10 рет қайталаңыз. Көзіңізді айналдыра отырып, оң жақтан сол жаққа қарай, сол жақтан оңға қарай қараңыз. Бұл жаттығуларды жасау барысында асықпағаныңыз жөн. Сұқ саусағыңызды мұрныңызға тигізіңіз. Саусағыңыздың ұшына қарай отырып, қолыңызды алға созыңыз. Қолыңызды асықпай қайта мұрныңызға тигізіңіз. Енді көзімізді 1 минут тез-тез жыпылықтатамыз. Жайланып отырыңыздар. Мойнымызды оңға қарай және солға қарай 3 рет иеміз. Енді екі қолымызды барынша жоғары көтереміз. Бар денемізбен жоғары қарай созыламыз. Алақанымызды алақанға тигізіп 10 секунд тұрамыз. Енді қолымызды теріс қаратып, бір-біріне тигіземіз. Осылайша тағы да 10 секунд тұрамыз. Жақсылап керіліп созыламыз. Денемізді барынша қатты тырыстырамыз. Басымыз, мойнымыз, денеміз, аяқ қолымыз тырысып тұр. Осы күйде 10 секунд тұрамыз. Енді жайлап жібереміз. Барлық денеміз босаңсып, жақсы демалды. Енді терең мұрын арқылы тыныс аламыз. Ауаны ішімізде 10 секунд ұстап тұрып, ауыз арқылы шығарамыз. Осы тыныс алу жаттығуын 3 рет қайталаймыз.